Армағайын, Қайырлы таң. ертең тамдық таңғы бағдарламасын бастаймыз. Жаңа апта жалқын істермен айшықталсын. Ертең бағдарламасын дүйсенбілік 146 сан назарларыңызға ұсынамыз. Жаңғырхан, сәуір айында орталап тастаппыз. Әр күннің, әр ай мен жылдың тарих беттерінде қалдыратын маңызды оқиғалар мен өмірге келген тарихи тұлғаларды болады. Оны атаулы күн айдарында біле аласыздар. Бүгін Батыс Бенгалия, Бангладеш, Ассама мен Трипурадағы бенгал қауымы жаңа жылда атап өтеді. Пахела Байшак бенгал тілінен аударғанда алғашқы айдың бірінші күні дегенді білдіреді. Бангладеште бұл күнге ұлттық мереке мәртебесі берілген. Бойшак айы келгенде аталып өтеді. Бұл күні адамдар күн шығысына дейін ерте оянып, ең әдемі киімдерін киеді. Туыстары, жақындары достарымен кездеседі. Қаладағы саябақтарға барып, бұл күнді барынша ауқымды атап өтеді. Бүгін Ангола жастарының мерекесі. Таяуда ғана тәуелсіздік алған ел үшін бұл мейрам аса маңызды. Мемлекет халқы ел болашағының жастардың қолында екенін жақсы біледі. Мереке күні елде білім беру және мәдениет шаралары ұйымдастырылады. Мәселен, 2012 жылы Ангола астанасы Луанда қаласында жастардың күніне арналған мәдени фестиваль ұйымдастырылды. Грузияда ана тілі күні аталып өтеді. Бұл мереке 1978 жылы грузин тілін мемлекеттік тіл мәртебесінен айырмақ болған шешімге қарсы өткізілген шеру құрметіне орай белгіленген. 1993 жылы Қазақстан Республикасының жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарының ақтау туралы заңы қабылданды. 1997 жылы Қазақстанның атом энергиясын пайдалану туралы заңы қабылданды. 1903 жылы ақын, жазушы, Ұлы Отан соғысының ардагері Қалқаман Әбдіқадыров дүниеге келді. 1911 жылы Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мұғалімі, КСРО жоғары мектебінің үздігі, КСРО халық ағарту ісінің үздігі, философия ғылымының докторы, профессор, жазушы, аудармашы Белгібай Шалабаев. 1935 жылы ақын, философия ғылымдарының кандидаты Жайсанбек Молдағалиев дүниеге келді. Сенде мәңгі сүй алаттың мен бармын мендеше ғашық жандар бәрін-бәрі іздесе, ал екеуміз алмаймыз да жүздесе басқаларда махаббат бар, бағыт бар, бір-біріне уақыт бар, ал біздеше ғашық жандар бәрін-бәрі іздесе, ал екеуміз алмаймыз да жүздесе басқаларда махаббат бар, бағыт бар, бір-біріне уақыт бар, ал біздеше маған айтқан сөздерді айды ол кезде сырласасың соңғы жұлдыз сөнгенше, сен басқа мен бақытты боп кетерсің, ал менше ғашық жандар бәрін-бәрі іздесе, ал екеуміз алмаймыз да жүздесе басқаларда махаббат бар, бағыт бар, бір-біріне уақыт бар, ал біздеше ғашық жандар бәрін-бәрі іздесе, ал екеуміз алмаймыз да жүздесе басқаларда махаббат бар, бағыт бар, бір-біріне уақыт бар, ал біздеше
сер көңіл құрғырың, махаббат іздеп талпынар. Ішемдет бейнет сусының, асау жүрек алқынар. Тартқан бейнет өткен жас, жүректің отын сөндірмес. Махаббат өмір көркі рас, өлген соң ол да үндемес. Махаббатсыз дүние бос, хайуанға оны қосыңдар. Қызықтан өзге қалсаң бос, қатының балаң досың бар. Жүрегі жұмсақ білген құл, шыңды ұстаппай тыншылмас. Пайда, мақтан, бәрі тұл, доссыз ауыз тышылмас. Жігіттер, ойын арзан күлкі қымбат. Екі түрлі нәрсе ғой сыр мен сымбат. Арзан, жалған күлмейтін шын күлерлік. Ер табылса жарайды, қылса сұхбат. Кейбіреу тыңдар үйден шыққанынша, кейбіреу қояр көңіл ұққанынша. Сөз мәнсін білерлік кейбіреу бар, абайлар әрбір сөзді өз қалынша. Шын көңілмен сүйсе екен, кімді сүйсе. Бір сөзімен тұрса екен, жанса күйсе. Қырмызы, қызыл жібек боз балалар, оңғақ бұлдай бұлғайды бір дым тисе. Керегіс, боз балаға талаптылық, әртүрлі өнер, мінез, жақсы қылық. Кейбір жігіт жүреді мақтан күйлеп, сыртқа пысық келеді, сөзге сынық. Ғашықтық пен құмарлық о екі жол. Құмарлық бір нәпсі үшін болады сол. Сенен артық жан жоқ деп ғашық болдым. Мен не болсам болайын, сен аман бол. Көңілімнің рахаты сен болған соң, жасырам ба, нұрыңа жан қуансын. Бірге жаққан, біреуге жақ болшы ет. Сүйкімді тірі жанға неткен жансың. Ғашықтық келсе, жеңер бойыңды алып, жүдетер безгек ауру сықылданып. Тұла бой тоңар, суыр үміт түссе, дәбеленсе өртенер күйіп жанып. Армысыздар, құрметті көрермендер. Сал серілік қазақ халқының өнерлі мәдениетті екендігін көрсеткен. Бұл ақындық, әншілік, сөз өнері. Сал сері деген атақ өзі мырза, адал, ақ көңіл өнерлі адамдарға берілген. Сал сері бір өзі халықтың алдында өнерін көрсете алатын адам. Ол әдемі киінеді, жүрісі, тұрысы ерекше, өзгелерден бөлек. Мысалы, Біржан Сал, суырып салма ақын. Сері бұл әнші, импровизатор, ақын. Серлігіне қоса ол аңшы, балуан, құралайды көзге ататын мерген, құста жүйрікті де қолға үйретеді. Қолынан іс келетін шебер, сөзге де шешен. Әрине, кез келген адам сал сері бола алмайды. Сал Біржан, Ақан сері сияқты бұл адамдар бай болулар керек. Өнер туындыларын бағалап сүйетін, он саусағы өнерлі болған. Ол адамдардың жүрген жерлері мереке, көңілді, күй, ән, жыр, той болған. Халық оларға зор құрметпен қарап сыйлаған. Халықтың мақтанышы болған. Сауға. Өлім жазасына кесілген, басқа да ауыр жазаға ұшыраған адамның жазасын жеңілдету үшін, не босатып алу үшін айыптаушыдан сауға сұраған. Сауғаны беделді адамдар сұраған. Сауға сұраушы адам күнәлі адам үшін құн төлеген, екі жақты келісімге келтірген. Сауға кінәлі адамның жазасын жеңілдету. Саулық, жақсылық тілеу. Көктем шыға наурыз келеді. Әрбір адам шын көңілмен өзінің жақсы тілектерін білдіріп бата берген. Сауын айту. Үлкен той, не ас берілетін болса, алдын ала хабарлаған. Мұны сауын деп атаған. Сауын бірнеше ай, не бірнеше жыл бұрын айтылған. Оған себеп тойға, асқа келетін адам уақытында дәстүр, ғұрып бойынша батырларын, күреске түсетін палуандарын, сәйгүліктерін, ақындарын, әншілерін, суырып салма ақындарын, сойыс малдарын, қымызын бірге ала келген. Сарқыт.
Тойдан, астан, айттан қалған тағамды, тәттілерді әйелдер үйдегі бала-шағаларына, немерелеріне алып кететін болған. Қалған табақтағы еттерді де алады. Сарқыт деп соны атаған. Тәрбиелік мәні қалған тағамдарды ысырап етпеу. Сәлем беру. Сәлем беру, сәлем ету, сәлемдесу халқымыздың дәстүрі бойынша алыстан келген жолаушы не ауыл адамдарының ақсақалы мен құрметті сыйлы адамдарына сәлем беру. Сәлем берудің бірнеше түрі болған. Ауыл ақсақалдарына алыстан келген жолаушы сәлем берген. Келіннің ата-енесіне, басқа да күйеуінің туыстарына дүзесін бүгіп сәлемін салған. Келіннің сәлем салуы әдептілік, үлкенге құрмет, ата-енесіне деген ізет. Мойны сіресіп ауырған елмейтін адам сәлем бергенде сәлем алатын адамның сыртынан басын еген. Мұндай сәлем ету отырғандарды күлкіге бөлеген. Сәлемдеме. Дәстүрдің бір түрі сәлемдеме. Бұның екі жаққа деген құрметі бар. Көптеген көріспеген адамдар бір-біріне сыйлықтар жіберген. Қымбатты бұйымдар, сый-кәделер, қымбатты заттар. Көбіне соғым малын, жанға жайлы жылы сөздермен сәлемдескен. Сәлемдемені алған кісі аса ризашылықта болып бата берген. Сәлемдемені достары мен көршілерімен бөліскен. Соғым басы. Қысқа қарата соғым сою ертеден келе жатқан ғұрпымыздың бірі. Шамасы келгендер соғымға бір емес бірнеше мал сойған. Соғым басын беру міндетті түрде орындалатын дәстүр. Ауыл ақсақалдарын, көршілерін, достарын соғым басын беріп құрметтеген. Жаңа сойылған соғымның етін жеп, дастархан басында әңгіме дүкен құрысқан. Соғым иесіне жақсы тілектерін білдіріп батасын берген. Ешкімге қарамадың, маған бұрылдың ай, көзіңнің қарасына қарап жылындым ай. Мен болсам ғашық болмап едім, бұрын болай. Жаным бұрындым ай, жаным бұрындым ай. Сен киген әрбір көйлек құлпырады, түн болса да жылдырады, кездесер күн туады. Сыйлайын саған барлық сирен гүлін, сол ғой менің сүйгендігім, күттейін сыймен бүгін. Сен киген әрбір көйлек құлпырады, түн болса да жылдырады, кездесер күн туады. Сыйлайын саған барлық сирен гүлін, сол ғой менің сүйгендігім, күттейін сыймен бүгін. Мен сенің өмірлік фанатыңмын, махаббатыңмын, білемін сенің жан дүниеңе жақынмын. Келмейді сенсіз таңымды атырған. Сенің жүрген жерің гүлдейді, оны ешкім білмейді. Өзіңе айтарым менің көп еді, сен кейін таңдамайсың себебі. Сен киген әрбір көйлек құлпырады, түн болса да жылдырады, кездесер күн туады. Сыйлайын саған барлық сирен гүлін, сол ғой менің сүйгендігім, күттейін сыймен бүгін. Қайырлы таң, құрметті Ұлытау телеарнасының көрермендері.
ертең таңғы хабарының біздің қонақ айдарының бүгінгі қонағы ауыл шаруашылық қызметкерлерінің салалық кәсіподағы қоғамдық бірлестігінің Ұлытау облысы бойынша өкілі, еңбек ардагері Шаяхмет Үмбетов. Студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы таң, құрметті ұлтаулық көрермендер. Ең алдымен арнайы уақыт бөліп біздің арнаға сұхбатқа келгеніңізге рахмет. Биылғы жыл өздеріңіз білетіндей, құрметті көрермендер, президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың жариялауымен жұмысшы мамандықтар жылы. Бұл жылдың негізгі бағыты қоғамда еңбек адамдарына деген құрметті арттыру көзделген. Бұл ретте еңбек ардагері ретінде өзіңізді арнайы шақырып отырмыз. Жалпы сіздің ойынша жұмысшы мамандықтар жылының маңыздылығына тоқталып өтіңізші бұл жылдың. Бұл өзі жұмысшы мамандықтар жылы деп аталып өт президенттің. Біздегі әсіресе еңбек заңдылықтарын, еңбек адамының мүддесін қорғау жөніндегі істеп жүрген қызметіміз бойынша үлкен серпін болды, үлкен толқу болды, үлкен жақсы қуандық. Дегенмен енді осы жылға да 4-ші өтіп бара жатыр. Мынау бізде қалыптасқан жұмысшы деген бар. Жұмысшы дегенді көбіне мына өндірістің адамдарын жұмысшы дейді. Мына еңбек адамдары, ауыл шаруашылық адамдарын еңбекшілер деген сияқты термин бар. Сондай-ақ бұл тек қана өндіріс адамдар емес, өндірістік адамдар емес, ауыл шаруашылығы болсын, мәдениет саласында, мынау денсаулық, білім саласында, кәсіпкерлік салаларында, басқа салаларда жұмыс істеп жүрген жұмысшылар көп. Осылардың бәріне де жақсы қолдау болады деген үлкен сенімдеміз, және күтудеміз. Бірақ енді бір айта кететін шаруа, ауыл шаруашылығының еңбеккерлерінің еңбек ету жұмыс тәжірибелері мен жұмыс барысыменен қазіргі өндірістегі жұмыскерлердің жұмысын салыстыруға келе бермейді. Қашанда ауыл шаруашылығының еңбегі өте ауыр болған. Соншалықты Өндірістен де ауыр ма? Мен өндірістен ауыр деп айтарым. Егер өндірісте әлгі 10 сағат істедік, 12 сағат істедік деген сияқты, 8 сағаттан асып кетті деген сияқты әңгімелер болып, оны қосымша уақыт беретін болатын болса, ауыл шаруашылығында еңбек етіп жүрген адамдарда одан да көп, керемде 24 сағат жұмыс істеуі мүмкін. Бірақ ол амал жоқ істейді, солай істемесе болмайды. Сондықтан өзім ауыл шаруашылығы саласындағы кәсіптік одақта қызмет еткеннен кейін ауыл еңбеккерлеріне деген жағдайды жақсарту жөніндегі жұмысқа қашанда өзімнің айтатын әңгімемді, ақпарат құралдары арқылы газеттерге берілген мақалаларымда, жиналыстарда сөз тиіп қалған уақытта сөйлеген сөздерінде бәрінде осыған бағыттаймын. Бірақ ауырлау жағдай болып жатыр. Бұның бір кәсіподаққа қарсы қиын болып тұрған жері, қазіргі салада кәсіподақты жастар көп түсіне білмейтін жағдай бар. Оның себебі кешегі тәуелсіздік алған жылдан кейін әсіресе ауыл шаруашылығында 10-15 жылға дейін үзіліс болып кетті кәсіподақ. Кәсіподақ, кешірім сұраймын, осы ретте өзіңізді айтып отырсыз ғой кәсіподақ жөнінде. Осы әңгімеңізге байланысты сұрақ қояйыншы. Еңбек адамдарын құқығын қорғайтын бұл негізінен кәсіподақтар ұйымы, менің түсінігімде. Сіз өзіңіз жетекшілік ететін осы ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің салалық кәсіподақ қоғамдық бірлестігінің бүгінгі жұмысы жөнінде айта өтіңізші осы ретте. Қаншалықты белсенді деңгейде жұмыс істей алып жатырсыздар? Енді ол былай ғой. Ауыл еңбек адамдарының құқын негізгі қорғайтын еңбек және әлеуметтік бағдарлар министрлігі бар. Осы министрлікте облыс бойынша барлығының департаменттері бар. Осы министрліктің әр аудандарда, қалаларда бөлімшелері бар. Және осы министрлікте еңбек инспекциясы да қарайды. Еңбек инспекциясы ең бірінші еңбек кодексін қатты бақылайтын, сонда болмаған шаруаларға бірден кіріп, бірден соған әрекет жасайтын еңбек инспекциясы. Ал кәсіподақ ұйымдары, қазір Қазақстанда 200-дің үстінде қоғамдық бірлестіктер бар. Соның біреуі бұл.
біз қоғамдық негізде өзіміздің қоғамдық ойымызды, пікірімізді жеткізу арқылы, заң жүзінде жеткізу арқылы әрекеттер жасаймыз. Біз жаңағы еңбек инспекциясының, әйтпесе мемлекеттік органдардың жұмыс берушілердің еңбек кодексін дұрыс орындай алмай жатқан жағдайларын біз соны мынауыңыз мынау, мынауыңыз солай, мынау бұлай деген сияқты әңгіменің шектеуінде осылай жұмыстар жасаймыз. Және ол қоғамдық пікіріміз, заң жүзінде дәлелді болып келеді енді. Енді жаңа сіз айттыңыз ғой, осы басшылық жасап жатырды. Бірақ мен 20 жылдай, 18 жылдан асты, бұрынғы кеңес уақытында да істедім кәсіподақта. Соның бәрін қосқанда 18 жылдан асып бара жатыр. Енді қазіргі уақытта, осы өткен жылдан бері, бұл кәсіподақты облыстың ауыл шаруашылығы филиалы, республикалық филиалын басқаратын қазір Оспанов Нақсы Сәрсенбай деген кісі бар. Сол басқаратын, мен өкіл, мен сол кеңесші сияқты жаңағы басқарушыға осыған ақылдасып бірге жұмыс жасап жатқан өкілімін. Енді жұмыстар көп, өте көп жұмыстар. Ең ауыры біз жаңағы өз міндеттерімізді көп болса түсіне бермейміз. Түсінбеушілік деген осы қиындық туғызады. Қазір өзі мынандай бір жағдай болып кетті. Қорыққанын ғана жасайтын, ол анау нағысы айтып отырау, мынау өзінің өкілдігімен, өз тәртібімен айтып отырау, осы жобада жұмыстар жүргізуіміз керек дегеннен көрі, жаңағы саған сөгіс беріледі, әйтпесе басқа бір жағдайлар болады, жұмыстан шығаруыңа бірдеңе жасайды деген жұмыстарды бірінші кезекте орындайды жұмыс берушілер. Ауыл шаруашылығындағы еңбекшілердің қиындау жағдайы былай болып тұр ғой. Бұрын Жезді-Ұлытау ауданы бірге болғанда ауыл шаруашылығының еңбеккерлеріне 15-ақ жұмыс беруші болған, совхоз директорлері есебі. Ал қазір тек қана Ұлытау ауданының өзінде 1500-ге тақау жұмыс беруші бар. Оның әр қайсысы әртүрлі. Оның ішінде ірі кәсіпкерлер бар, фермерлер бар, шаруа қожалықтары. Оларда жақсы жұмыстар жүргізіліп жатады. Ұсақ шаруалар бар. Енді бірақ заң бойынша 3 адамнан асқанда жаңағы ұжымда кәсіподақ ұйымын құруға хақылары бар. Кәсіподақ төрағасын сайлайды, кәсіподақ ұйымын құрады. Осылар өз әрекеттерінше сауатты жұмыс жасау керек. Заңда әлде де бұлға жұмыс жасауға мүмкіншіліктері бар, ал биылғы жылы біз үлкен заң күтіп отырмыз. Бұл 24-ші жылы кәсіподақтар туралы ма? Кәсіподақтар туралы. Кәсіподақтар туралы ең бірінші 2003 жыл болды, одан 16 жылы болды, 19 жылы тағы бір жылдарда өзгерістер кіргізді. Бұл өзгерістердің бәрінде кәсіподақтың мүмкіншілігін шектеп тастады. Ал бірақ осының қиыншылығын қазір сезіліп отыр. Оны сезіліп, бұны қазір үлкен қолдау жасап жатыр парламентте. Мен мысалы өз атымнан осы өкіл ретінде кәсіподақтың депутаттармен, Ерболат Сатыбалдинмен, Аманжол Әлтаев, анау Сәбиттік Мағзұм Медебаевтармен, осылармен тікелей жазбаша да өз ұсыныстарымды кейбір пункттері бойынша бердім. Және мен олар жақсы қабылдады, және келешекте заңдарда жақсы үлкен өзгерістер болып отыр ғой, үлкен өзгеріс болу керек деп күтіп отырмыз. Не өзгеріс күтіп отырсыз сонда, ол үлкен өзгеріс? Қай жағына қарай? Енді қай жағына болғанда былай ғой. Кешегі кеңес уақытында сот страхование әлеуметтік сақтандыру қорына деген ақша кәсіподаққа түскен. Содан барып бүкіл Қазақстан бойынша, бүкіл кеңес одағы бойынша шипажайлардың бәрі кәсіподақтың балансында болған. Енді қазір ондай мүмкіншілік жоқ.
Соны қайтару керек дейсіз бе? жоқ, оны қайтара ала ма, қайтара алмай ма? Қазір ол мемлекеттік сақтандыру қорында. Ол жаңағы кәсіподақтағыдай санаторийға, басқаға беріп отқан жолдамалары да мардымсыз, әлгі мүгедектерге соларға ғана беретін жағдайлары бар. Мен сол кеңес уақытында жұмыс істеп жүргенде жолдамаларымызды өткізу деген өткізу ауыр болатын. Қазір ол табылмай кетті. Осындай кері жұмыстар бар. Сондай-ақ содан мынау еңбек инспекциясы да кәсіподаққа қараған. Жаңағыдай жақсы қаржыландырылған кәсіподаққа қараған. Қазір еңбек инспекциясы туралы бір-екі ауыз сөз айта кетейін. Еңбек инспекциясы бұрын Қарағанды облысы болып тұрғанда біздің Жезқазған регионында 3 адам жұмыс істеді. Мен олармен барып сөйлескенімде, олар айтқан уәжі 3 адам біз ештеңеге жетпейміз. Біз тексеретін жерлеріміз күнделікті Сәтбаев, Жезқазған қалаларындағы өндірістердегі болып жатқан авария басқа шаруалардан біз артылмаймыз, соған жете алмай отырмыз деді. Мен кеше 23 жылда осы өзіміздің облыстағы жаңадан ашылған инспекцияға барып сөйлесіп солай істегенде, олар да 5-6 адам екен. Олар тура осы сөзді қайталап отыр. Енді ол аудандарда, мысалы мен қанша осы кейін кезде істеп жүрген аудандарда бір еңбек инспекциясы келіп, бір фермердің жаңағы адамдары еңбек шартында тұрды ма, сол ұжымында ұжымдық шарттарына жұмыс берушімен бұны тексеретін жаңағы еңбек инспекциясы ғой. Осылардың бірі мен естіген емеспін. Осы жақтарын қарау керек дейсіз ғой, дұрыс. Сондықтан мен ойлаймын, ана әлеуметтік жұмыспен қамту бағдарламалары бар ауданда. Сол бағдарламалардың жарғысы бойынша, устав бойынша, жарғысы бойынша, оларға еңбек инспекторларын алуға болады. Мен өзім талай ұсыныс жасап жүрмін. Сонда мына еңбек инспекциясына бұлай бағынышты болған менен жаңағы әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің штатында әр ауданда еңбек инспекциясы болса, ол жаңағы еңбек адамының құқығын қорғап, мәртебесіне, басқасына үлкен әсер болар еді деп ойлаймын. Мынау біз заңды жақсы пайдалануымыз керек. Бізде көп жағдайда бастауыш ұйымдардың міндеттерін дұрыс атқара алмаймыз. Оған біздің көп жағдайда мән бермеуіміз, сауатымыздың жетіспеуі әртүрлі жағдайлар болады. Әйтпесе бастауыш ұйым кейбір кикілжің мәселелерді қараған уақытта заң түрде қабылдаған шешімі оның жоғарғы органында, құқық қорғау органында заңды болатын болса, ешкім бұза алмайды. Ондай тәжірибеде болды. Енді ол жасқанбай кірісу керек. Мынау бастауыш ұйымның төрағалары және комитет мүшелері болсын, заңда айтылған негізгі жұмыстан босатылмаған, яғни қоғамдық жұмыста жаңағы сайланған кәсіподақ өкілдері, мысалы бастауыш ұйымның төрағасы, комитет мүшелерін жұмыс беруші жаза қолданатын болатын болса, оның жоғарғы органынан уәждік келісімді алу керек деген бар. Сондықтан ол қорықпау керектін. Бізде бұның бәріне қалыптаса алмай жатыр. Кәсіподақтар жөнінде, жұмысшы мамандар жөнінде біраз ой пікіріңізбен бөлістіңіз бізге келіп. Енді мынау ұлытаулықтарға, облыс тұрғындарына айтар таңғы тілегіңіз болса, өңірге, тұрғындарға таңғы тілегіңізді айтуға мархабат. Сонымен бұл айдарды түйіндейік. Біраз жасқа келген адаммын, бәріңізде біліп отырсыздар. Менің осы Ұлытау төңірегінің, Ұлытау облысын, өзіміздің аудандарымызда келешекте ұрпақтарымызға жақсы жағдайға жеткізуге еңбек етсек, соны көрсек деген арман бар. Соны көріп, ұрпақтарымыз келешекте қиналмай еңбек етіп, еліміздің әлеуметтік дамуына, экономикамыздың артуына жақсы еңбек ете берсе деп ойлаймын. Барлықтарыңызға да
амандық, саулық, жақсылық тілеймін. Жақсы, тағы да рахмет аға. Мынау өзіңіз айтып отырған ұтымды ұсыныстар, ойыңыздағы шаруалар оңынан орындалсын деген ниеттеміз. Рахмет. Осымен құрметті көрермен, біздің қонақайдары мәреге жетті. Келесі кездескенше күн жақсы болсын, бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Осымен ертеңнің дүйсенбілік саны аяқталды. Ертең кездескенше, таңымыз арайлы, күніміз шуақты болсын.